оқушылар, бүгінгі сабаққа деген көңіл күйіміз қалай балалар? Яғни жақсы болса, бүгінгі жақсы көңіл күймен жүректен жүрекке сезім арқылы бірімізге бүгінгі сабаққа жақсы көңіл күй сыйласақ. Нұрбол, саған бүгінгі сабақта жақсы сәттілік тілеймін. Абылай, сабақта белсенді қатысуыңа тілектеспін. Алмас, саған бүгінгі сабақта жақсы түсінуіңді тілеймін. Жасұлан, бүгінгі сабақта жақсы ынтамен қатысуыңды. Бүгінгі сабақта барлығына жақсы көңіл күй. Міне балалар, бірімізге жақсы көңіл күй сыйладық. Міне көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастасақ. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын тақырыпты ашарда мен сіздерге сұрақ қойып келіп отырмын. Яғни орта ғасырда қандай дәуірлік кезеңдер бар балалар? Ағылшынша айта қойшы, қандай кезеңдер бар? Бейғазыдан кезеңдері бар. Яғни ол мәдениет, иә? Қандай кезеңдер бар жасыл айта қойшы? Мезолит бар, тағы да? Энолит, Алмас? Ерте қола дәуірі орта. Иә. Міне біз жаңағы кезеңдерді біледі екенбіз. Энолит, мезолит, неолит кезеңдерін біледі екенбіз, яғни. Бүгінгі негізгі сабағымыздың тақырыбы ұлы дала өркениеті. Ұлы дала көшпелі өркениетінің қайнар көзі және қалыптасу ерекшеліктерімен энолит пен қола дәуірі. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты ұлы дала өркениетінің пайда болуы мен қалыптасу ерекшеліктерін түсіндіреді. Мәдениеттердің сабақтастығын және өзара байланысын табады. Яғни өзіміздің осы мақсатқа орай тапсырмалар беріледі, соған критерийлер құрылған. Яғни бұл тапсырмаға байланысты осы критерийді біз орындап шығуымыз керек. Қола дәуірінің жаңағы негізгі кезеңдерін білеміз, мәдениеттерін білеміз. Яғни бүгінгі сабағымыз бағалау парағы арқылы жүреді. Сіздерге бірнеше тапсырмалар беріледі. О тапсырмаларға дескриптор құрылған. Үлкен жоғарғы балымыз 100 балл. 100 балды шығару үшін бізде мына жерде бағалау шкаласы көрсетілген. Бағалау шкаласы арқылы сіздер өздеріңіздің балдарыңызды білетін боласыздар. Міне, енді өзіміздің осы сабағымызды бастамас бұрын сіздерге бейне жазбаны тамашалауды сұраймын. Дәптерлеріңізге керекті жерлерін түртіп отырсаңыздар. Қола дәуіріндегі Қазақстан біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта. Қола дәуірінің басты ерекшеліктері. Құрметті балалар, біз бүгінгі сабақта адамзат өмірінде маңызды рөл атқарған қола дәуірінің тас дәуірінен айырмашылығы, қола дәуірінің негізгі ерекшеліктері және қоладан еңбек құралдарын жасау тәсілдері жөнінде кеңінен мағлұмат аламыз. Қола дәуіріне жалпы сипаттама. Қола дәуірі жалпы адамзат баласының даму тарихында ерекше орын алады. Бұл дәуірде адамзат металл өңдеуді игерді. Қазақстан жерінде қола дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтар аралығы, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 18-8 ғасырларды қамтиды. Жабайы өсімдіктің тамыры мен жемістерін теріп жүрген, дақылдарды қолдан өсіруге көшу, құнарлы жерлерді таңдай білу, су жетіспеген жағдайда канал қазып суаруды үйренуге дейін мыңдаған жылдар уақыт өтті. Өндіруші шаруашылық дамып, металл қорыту қалыптасты. Қола дәуірінің ең басты ерекшелігі түсті металдар мен алтынның өндірістік жолмен игерілуі болды. Қола дәуірінде егіншілікпен қатар мал шаруашылығы да қалыптасып, екеуі бірге өркендеді. Бұл кезең шаруашылығының бір ерекшелігі мал өсіру жедел қарқынмен дамып, негізгі салаға айналды. Қолда өсіретін жануарлар түрі көбейтіліп, олардың сапалық қасиеті жақсартылды. Малға қысқа жем-шөп әзірлеп, жазда жайып бағып өгізбен көп малды қолда ұстау мүмкін емес еді. Қола дәуіріндегі экономиканың басты екі бағыты болып табылатын мал шаруашылығы мен металлургияның тез дамуы ер адамдардың еңбегін қажет етті. Бұл олардың қоғамдағы рөлінің Міне балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, жұптық жұмыс деп аталады. Мына жерде сіздерге бірінші тапсырма кесте берілген. Қола дәуірінің зерттелуі және кезеңделуі. Бұл кестеде қола дәуірінің уақыты, кезеңдері, қола дәуіріндегі мәдениеттер, шаруашылығы, қоғамдық қатынастары. Ал балалар, уақыт кетті, тездетіп тапсырманы орындасақ. Бірінші кестедегі уақытты тоқталатын болсақ, кім айтады уақыттың? Иә, Алмас айтады. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың басы. Иә, жақсы. Абылай, келесі. Біздің заманымызға дейінгі 13-16 ғасыр. Жақсы. Нұрбол, айтамын. Біздің заманымызға дейінгі 15-12 ғасыр.
басы. Екінші, біздің заманымызға дейінгі 13-16 ғасырлар. Біздің заманымызға дейінгі 15-12 ғасырлар. Үшінші, біздің заманымызға дейінгі 12-8 ғасырлар екен. Жақсы, уақытын жақсы тапты. Енді кезеңдеріне тоқталатын болсақ, қанша кезеңі бар екен? Кім айтады, қане балалар? Иә, былай айтады. 4 кезеңі бар. Иә. Қола дәуірі, ерте қола дәуірі, орта қола дәуірі, сосын кейінгі қола дәуірі. Жақсы, молодец. Енді дұрыс жауаптарыңызды естелік, келісеміз бе балалар? Иә. Қола дәуірі, ерте қола, орта қола, кейінгі соңғы қола деп аталады екен. Жақсы балалар. Енді келесі қола дәуірінің мәдениеттері, иә? Ол мәдениет дегенді білеміз, иә? Өзіміздің ата-бабаларымыз құнды заттары, иә? Ал Ақтөс айтады. Қола дәуіріндегі мәдениеттер 3 мәдениет бар. Беғаз Дәндібай, Андронов мәдениеті және де Ботай мәдениеттері бар. Жақсы, молодец. Көрейік жауаптарыңызды. Беғаз Дәндібай мәдениеті, Андронов мәдениеті, Ботай мәдениеті екен. Жақсы, жұмыс. Енді шаруашылығына тоқталайық. Шаруашылық дегеніміз күнделікті қолданыста қолданылатын дүниелер, иә? Айта бар, жүйе. Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы. Жақсы. Яғни сол кездегі ата-бабалардың немен айналысқан, мал шаруашылығымен айналысқан екен, яғни кетпенді егіншілікпен айналысқан екен. Енді қоғамдық қатынастар. Иә, сұрым айтамын? Рулық, тайпалық. Иә, рулық, тайпалық екен. Қане көріп жүрейік. Қоғамдық қатынастары рулық, тайпалық деп аталады екен. Жақсы, міне балалар. Біз бірінші берілген тапсырма бойынша кестені толығымен орындадық. Жаңа бағалау шкаласында көрсетілген жоғарғы балдық жүйесінің 100-ге жету үшін біз бастапқыдан жаңа 60-65-тен 80-85-тік балдық жүйелерін сіздерге бірінші кестеге беремін. Кестемен қосымша сіздерге енді тарихи диктант беріледі. Бұл жаңағы өзіміздің көрсетіп кеткен бейне жазбада айтып кетті. Енді мына жерде бос нүктелердің орнына нақты сөздерді тауып, мәтінді толығымен құрастырып шығамыз. Қане балалар кетті? Кім бастайды? Неолит деген қандай сөз екен, Алмас? Айта қойшы. Неолит дәуірінен соң келесі тарих кезеңі. Иә, кезеңі. Энолит. Энолит, иә. Келесі. Жаттарға қойшы, жаслар. Апай мен. Иә, айтады. Ол мысты тас дәуірі. Иә, ол мысты тас дәуірі. Одан кейінгі? Келесі сұрын айта қойшы. Осы энолит дәуірінде адамдарымыз балқытумен толық игеріп, иә, ағай. оны тұрмыстық кеңінен қолдана бастады. Иә, олар игеріп, тұрмысты кеңінен қолдана бастады. Нені қолдана бастапты? Мысты, иә, мыс балқытуды. Қане? Иә, оны тұрмыста. Одан кейінгі қоладан бастады. Қандай сөз жүрде? Энолит дәуірі. Энолит дәуірі, иә, энолит. Біздің заманымыздан бұрын қандай? Мыңжылдықтар аралығын алып жатыр. Бұл дәуірдің ерекшелігі не екен? Басты ерекшелігі. Басты ерекшелігі. Ал енді осы толық сөзді толығымен Алмас айта қойшы, оқып шыға қойшы, қандай сөз шықты? Неолит дәуірінен соң келесі тарих кезең энолит дәуірі деп аталады. Иә. Ол мыс тас дәуірі деген мағынаны береді. Осы энолит дәуірінде адамдар мыс балқытуды толық игеріп, оның тұрмыста кезеңінен қолдана бастады. Энолит дәуірі біздің заманымызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтар аралығында алып жатыр. Бұл дәуірдің басты ерекшелігі металл өңдеуге игеру болып табылады. Жақсы балалар. Яғни біздің жаңа дискурсте құрылған нәрсе балық жүйеміздің бәрі қамтылып жатыр деп ойлаймын. Өздеріңіздің балаларыңызды бағалау шкаласы шығаратын боласыздар. Енді келесі тапсырма өтейік. Екінші тапсырма бұл жүктеу сұрақтар деп аталады. Бұл сұрақтар мына жерде өзіміздің фильмларда жазылған, әр сұрақта 2 сұрақтан берілген. Осы сұрақтарды өздеріңізге жеке-жеке таратып берсем, осы сұраққа жауап беру арқылы мына жерге өзіміздің бір бүгінгі сабаққа байланысты бейнені құрастырып шығатын боламыз. Тез-тез жауап берсек осы сұрақтарға. Дайын болсақ қолдарыңыз көтеріп, тез-тез жауап беріп. Қане, кім дайын? Кім немін? Иә, былай айтамын. Адамзат баласының металдан жасалған құралдарды игере бастаған дәуір
энеолит дәуірі. Жақсы, келесі сұрақ. Атыраулықтардың мәдениетінің екі дербес мәдениетін атады. Атасу мен Нұра. Жақсы, келе ғой. Бейненің яғы құрасқа бере ғой. Келесі сұраққа жауап бере береміз. Ең бірінші қолданылған металл мыс. Ботайлықтар қолға үйреткен мал жылқы. Жақсы, келе ғой. Бейнеңді орналастыра бере ғой. Келесі, жасуар. Аналық рудың ыдырағаннан кейін оның орнына келген қатынас әкелік рулық қатынас. Жақсы. Рулық қатынастар ыдырағаннан кейін орнаған белсенділіктер тайпа. Жақсы, бейнеңді орналастыра ғой. Келесі, сырым. Иә, айта ғой. Ботай тұрағының кезінде біздің заманымыздан бұрын үшін 2000 жылдықтар. Қазақстан жерде қола дамытылған кезінде біздің заманымыздан бұрын 2000 жылдықтар. Жақсы. Бейнеңді орналастыра. Келесі, кім қалды? Кім болады? Табылған эмаль, бірақ ол ботай. Және ол жерден 7000 бастай жылқының сүйектері табылды. Жақсы, орналастыра. Бізде кім қалды енді? Ал, жігер айтты ғой. Мыс ғасырындағы дәуірлер шамамен біздің заманымыздан бұрынғы үшін 18 жылдар аралығында. Шаруашылықтағы ең алғаш көрі қоғамдық еңбектің бөлінісі егіншілік пен мал шаруашылығы болып табылады. Жақсы, бізде ағаш нұсқалда Энеолиттен пайда болды, энеолитте пайда болған еңбек бөлінісі. Және де солтүстік қазақстандағы энеолит кезеңінің ерекше ескерткіші ботай тұрағы. Жақсы, бізде берілген 15 сұрақ толығымен ашылды, жауаптар алды. Бізде қандай бейне шығайын деп жатыр екен балалар, көріп жүрейік. Қазір толығымен болсын, тездетеміз балалар, уақыт кетіп бара жатыр. Ботай тұрағын алып жатқан жер көлемі 15 гектар. Қола дәуірінің кешенелері тығыз кенді қандай әдіспен өндірді? Жақсы, келе ғой. Бізде қандай бейнен шығып жатыр екен, қандай балалар тездетеміз? Бейбарыс. Міне, бейнеміз толығымен толықталды, иә? Яғни бізде не істеуіміз керек сөз? Жаңағы сабақта берілген 15 сұрағымызға толығымен жауабын алды. Бізде қандай бейне ашылды балалар? Жылқы малы. Иә, жылқы малы бүгінгі сабаққа қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Ботайлар мал шаруашылығына Амасын айта қойшы. Ботайлар ең бірінші үйреткен. Иә, екінші қолға үйреткен жануары осы жылқы малы. Барлық шаруашылыққа, қолданысқа осы жылқы малын пайдаланған болатын. Яғни бүгінгі сабағымыз осымен жаңағы аяқталады. Біз сіздерге бүгінгі сабақта нені білдік, нені үйрендік, жаңағы кері байланыс жасасақ. Мына сабағымыздың соңында сіздермен рефлексия жасасақ, рефлексиямыз керемет алма ағашы деп аталынады. Бұл алма ағашында алма бүгінгі мен көп үйрендім, маған ұнағаны, менде әлі сұрақтарым бар. Қане балалар, өздеріңіздің осы бойынша ойларыңызды білсек, Алмас айта қойшы. Бүгінгі мен сабақта Ботай мемлекетінің ең бірінші қол үйреткен жануары жылқы екенін білдім. Жақсы. Абылай, сен не білдің? Мен бүгінгі сабақта энеолит дәуірі туралы көптеген мәліметтер білдім. Нұрбол, саған сабақта не ұнады? Бүгінгі сабақта олардың қолданған ыдыстары және де қару-жарақтары соларды үйрендім. Жігер, нені білдің келеді? Мен ары қарай осы қола дәуірін жалғастырып тереңдетіп білгім келеді. Міне, құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталу барысында сіздерге үй тапсырма. Үй тапсырмасына Қазақстан аумағында қола дәуірінің археологиялық мәдени ерекшеліктері мен архивтарын зерттеп, оқып, біліп келеміздер. Үйге берілетін тапсырма түсінікті ме балалар? Жазып алыңыздар тілеріңізге. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.